қырсық ақын, айтысқа тек жылына бір шығатын, айтысқа жылына бір шықса дағы кездескен қарсыласы тұншығатын. Мынаны неменеге шақырдым деп жүрсіннің де бармағы қыршылатын. Ассалаумағалейкум ағайындар, басып өткен жеріне гүл шығатын. Алатау маңдай терім тамған орда, бұл менің жерім емес қымсынатын. Бұл театр азаттықтың аренасы, жанын ел жиналуға құлшынатын. Жанына ел жиналып қалса болды, арт жағы митингі боп шу шығатын. Алатаудан алашқа сөзім жетсін, қуаттап қолыңды бір ұршы қалқым. Даласы көп шулайтын Алатауды, ішінен көрейікші бір шулатып айқаяға. Ай, ай. Құдайым сұрағанның мұратын бер, сыйдырар құшағына мың ақын дел. Жетісу жер жәннаты ала алматы, адамдар көруді арман қылатын жер. Аптасына 6 күн жаңбыр жауып, қылмысын аспан өзі жуатын жер. Жиналып аннан қашқан, мыннан қашқан, Қазақстан жұлдызы боп шығатын жер. Көшенің кептелісін тарқадам деп, жолдарын оңды солды бұратын жер. Нұр-Сұлтан қаласында жүрген байлар үйімен тоқалдарын тығатын жер. Президент болатындар туатын жер, тарихта қалатындар тұратын жер. Айқаяқау, ай, ай. Біздер ақын болғалы талай еді, атамыз Дулатпенен Абай еді. Жаға жылып айтысуға үйренген соң, жігіттермен айтысу оңай еді. Қу жеребе қыз беріп қинаған ай, қыздармен айтысу қалай еді. Ескіріп қалыпты ғой деректері, үзіліс болғаннан соң себепкері. Аужүкі бұндай кезде не істеуші еді, менің қызға қырындауым керек беді. Қымсын ба қарындас деп бағаласам, жолығып жүрсің білем ағағасан. Мен саған қырындайтын жағдайды мен, ойымды әрі-бері сараласам. Сен менің қарындасым, қандасымсың, жаныма жақынсың деп бағаласам. Алатауды несіне басқарамын, бір қызды көтеруге жарамасам. Айқаяқау, ай, ай. Әңгімең сенің неткен бөтен еді, жібердің таңғалдырып өтемені. Жоқ жерден Алатауға жұмыс қал деп, қарындас Қаймаңайға төтеледі. Ақшасыз жұмыс қал деп айтасыз, жемқорлық жайында айту бекер еді. Мысалы қазір сені жұмыс қалсам, онымыз сыбайластық боп кетер еді. Әйтпесе келін болып бала тауып, өмірдің рахатына қанбайсың ба? Ол болмаса ұстаз боп, мұғалім боп, көк аспанда жұлдыздай жанбайсың ба? Ол аз десен қарағым Алматы емес, Астанаға бағытты салмайсың ба? Дариға апайыңның орнына парламентке отырып алмайсың ба? Айқаяқау, ай, ай. Айналдым Сұлужанның есімінен, тәлім көріп өсіпті бесігінен. Сағанда Құдай бір күн жұмыс берер, ешкімді айырмайды несібінен. Бұдан бұлай таныстарға жұмыс бер деп, айтпағын қасірет қой осы кілең. Біздің елдің даммай жатқандығы, таныс жұмыс берудің кесірінен. Содан кейін 30 жыл оны оңалмадық, содан кейін керемет ел бола алмадық. Назарбаев көкеміздің ағайымен туысының бетінен ала алмадық. Энесі, қызы менен күйеу баласы, барлығының алдында табандадық. Кісі өлтіріп тонаса да қанша жерден, бұлардікі дұрыс деп хабарладық. Осы бізге бақыттың бергені ме?
Onu bilet отырған елде міне. Шүкірлік деп айтамын көп жылдан соң жаңарған Қазақстанды көргеніме. Енді ақылы үкіметтің келсе болды, Қазаққа басқа жақтан берсе жолды. 30 жыл азап көрген Қазақстан енді 30 жыл рахат көрсе болды. Айқай-ақау, ай-ай. Демеймін осы ортада жартылайық, қарындас осы жерден сәл тынайық. Жұмыстың жағдайы қиын емес, референдум жайында талқылайық. Осыны телеарналар тулатып жүр, референдум болады деп шулатып жүр. Жан-жақтан жариялап бүкіл елге мемлекеттік қызметкерді зырлатып жүр. Ол рас референдум болады ертең, сол кезде өзгеріске толады өлкем. Алла жазса 5 күні мен де барам, өзгеріс жасаймын деп барам ертең. Білмеймін, танымаймын басқаларын, ешқашан өзгермеген қасқабағын. Мен өз басым қолдаймын өзгерісті, көп көрген соң елімді ластағанын. Мен қолдаймын президенттің туыстары мемлекеттік қызметті баспағанын. Мен қолдаймын жер байлық елдікі боп, ешкім оған аузын ашпағанын. Мен қолдаймын Назарбаев Нұрсұлтанды ата заңнан алынып тастағанын. Мен осындай өзгерістер күтіп жатыр, айтып отыр демеңдер босқа бәрін. Қазағым, сен қашанда байтағымсың, құдіретіңді жастайдан байқадымшын. Сөзіңе билік құлақ аспай қалса, жаныма менің қалай жай табылсын. Сайрасын қызыл тілім тағы, қалың ел әр қашанда айтарымсың. Референдум ішінде өзгерістер, өзгеріске халықтың ішіндегі ой табылсын. Өзгертіп Павлодар мен Петропавл, ұлтымның азаттығы байқалынсын. Қазақтың мемлекет, қазақ тілі мемлекеттік тілім болып, жемқорлық, сатқындыққа сай танылсын. Соңғы рет ата заңды бір өзгертіп, Астананың атауы қайтарылсын. Айқай-ақау, ай-ай. Өркендеуді ауылдан бастау керек, енді осы сөзіңді растау керек. Ауылдарға өзгеріс келу үшін алдымен сен апарып тастау керек. Елді ойлаған ұлдар мен қыздар болса, жер-жердегі жұмыстан қашпау керек. Сөзіме болсаң терең бойлайтұғын, тәрбие бар мәнісін жоймайтұғын. Апырай қарындастың қылығын, ай ағасының сеніммен ойнайтұғын. Айтыстағы жолымды берсем дағы ағатай деп құшағын жаймайтұғын. Жоқ жерден мені бүгін жұмыс қал деп, заңды бұз залым бол деп қоймайтұғын. Қой, мен сені жұмысқа ала алмаймын, өйткені елдің жайы ойлайтыным. Маған тегі қызметкер керек емес, берген сайын бер деп тоймайтұғын. Айқай-ақау, ай-ай. Отырсың жан-жағыңа көз қарақтап, әр жерден аударасың сөз парақтап. Осымен айтысымыз реттелді-ау, не қыламыз құр бекер созбалақтап. Осы жерден абыройды көп табарсың, бәлкім ертең Ақсуатта от боларсың. Мен саған қош бол деген сөзді айтпаймын, айтысқа әлі талай кеп баларсың. Айтысқа әлі талай кеп болған соң, менікі дұрыс емес дек баларсың. Қарындасым, айналайын жолың болсын, ертең елдің үмітін жек баларсың. Осымен орнымыздан тұрармыз ба, себеп жоқ сахнада көп боларшын. Ағаңызға азғантай өкпең болса, жұмысқа алмай қойды деп барарсың. Айқай-ақау, ай-ай. Шаба бер сұлу жаным алыстарға, бойда жігер, қаныңда намыс барда.
Men argaşan tilektespin däl özüňdey. Karındaslar armanına karıştauga. Mine bugün tağı bir ağa tapdın. Sahnada meni menen tabıskanga. Osu menen eň soňky jawap bolsun magan jumus berşi dep jabyskanga. Magan jumus berşi dep jabyskanga, para berip körenbe dep alyskanga. Alatau teatrynda eş kaşanda jol bolmaydy zaňsyzdykka baryskanga. Bul teatrda hyzmet satylmaydy, tegin taratylmaydy tanyslarga aýgaýaga. Жақсы жұмыс таппай жүргеніме мен қалай қалың елді кінәлаймын. Бермесеңіз бермеңіз жұмысыңды, айтысып сізбен қалай шыдамаймын. Ол өнерден өз орнымды өзім алам, мен бірақ жолыңызды сұрамаймын. Жұмысқа алмасаңыз алмай-ақ қой, мен де бұндай бастыққа шыдамаймын. Қазақ осы ертеңіне сенетін, ақын кез айтыс десе алып ұшып келетін. Ақындардың жырын тыңдап қайтуға соңғы ақшасы қалса дағы беретін. Қазақ осы қасқырларша ет жейтін, тентектерін тезге салып тектейтін. Кішпейілді қасиеті тағы бар, үлкендердің алдын кесіп өтпейтін. Қазақ осы қанағатқа тоятын, қонақ келсе жалғыз атын соятын. Алтының мен күмісіңнің қасына адалдық пен арды биік қоятын. Жайлауында жүрген қазақ бағып қой, міне бүгін жасап жатыр анық той. Тілін дінін сүйетұғын айтысын, нағыз қазақ осы міне танып қой. Қолда елім Тоқайыптай ұлыңды, көңіл үшін ел жағдайына бұрылды. Ауыз талай жемен қорлар ұсталды. Осы қаңтар ой салды ғой не төрілі, жамандарды жерімізден кетірді. Қаншама көп азаматтар құрбан боп, қаншама көп мәселелер шешілді. Ал ендеше қоштасайын халқыммен, жарты сағат сырласыппын жалпыңмен. Қар өлеңдей қарапайым қазағым, сүйем сені сүйем осы қалпыңмен. Мен қалайша дұшпандарға мазақпын, көп емеспін, азақпын. Қайда жүрсең аман бол, Ринаты қазақтың. Рахмет. Ойлары қарындастың терең еді. Білемін, айтқан сөзің елен еді. Жұмысқа алмадың деп өкпелеме. Өзіңнен көр кінәлайсың неге мені. Өзі жақсы адамға біздің қазақ әр жерде бір орын бар деген еді. Рахмет, Ринат Заитов служан тауып алды. Тек қана көздемедік көнбеніміз, халықтың ықыласы көргеніңіз, қалың елдің көңіліне ұнап отыр, қыз балаға көңілді бөлгеніңіз. Құдай-ау, соншама көп сұрап едім, қара қызға бір жұмыс бермедіңіз. Жарайды, бермесеңіз де ризамын. Қара қызбен айтысып терледіңіз. Шай ішіп арасында демалып ал, халықтың мұңын айтып терледіңіз. Ағатай, қайда жүрсең аман болшы, илайым жана берсін еңбегіңіз. Жақсы, рахмет. Ринат, шынымен алмайсың бандағы жұмыс қой. Сен тас жүрегі өзіңе. Қазылар, дайынсыңдар ма?